Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен өте дәмді түріктің бөрегін бірге дайындайық. Ең алдымен қосатын ингредиенттеріміз осы заттар мінекей: брынза, сүтіміз, және сұйық майымыз, петрушка, және мінекей 2 ғана жұмыртқа қосамыз. Одан кейін дайын түріктердің осындай юфка қамырын қолданамыз. Ал мінекей бастайық. Ең бірінші соусымызды жасап аламыз. Соусымызға сүтімізді құямыз, және сұйық майымызды, және 1 жұмыртқамызды қосып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Бұл бөрек өте дәмді. Мен бірнеше түрін жасап көрсеттім сіздерге. Бүгін осы 4 бұрышты, яғни шаршы бөректі дайындаймыз. Ал енді арасына қосатын начинкамызды дайындап аламыз. Оған брынзаның үстіне петрушкамызды турап осылай брынзамыздың үстіне қосамыз. Мінекей брынзаның үстіне петрушкамызды қостым. Енді жақсылап тұрып араластырып аламыз. Мен осылай қолыммен қатты майдаламаймыз, қатты мыжымаймыз, себебі осылай үлкен болып тұру керек брынзаларымыз. Мінекей қолыммен бөліп осылай араластырып алдым петрушкамен. Бұл өте керемет дәмді бөрек. Бірнеше начинкамен жасасақ болады. Бүгін осы брынзамен жасайық деп жатырмыз. Мінекей енді табамызға осылай майлы қағазымызды кесіп дайындап төсеп аламыз. Оның үстіне ең бірінші юфка қамырын жайып төсеп аламыз. Оның бетіне бағанағы дайындап қойған соусымызды жақсылап құйып, ортасына. Мінекей бұл жерде қолмен жұмыс жасауға тура келеді. Осылай қолмен жағып шығамыз соусты толықтай. Одан кейін бетіне мен 4 қамырды қолданып жатырмын, 4 лист. Ең бірінші осылай 3-ке бөліп алдым. 3 листтің ортасына осылай дайын, осылай турап алған начинкамызды бөліп қосамыз. Мінекей біріншісін қостым, бетіне септім дағы. Екінші қамырды онта төсеп, оның үстіне соусымызды құйып, оның үстіне осылай начинкамызды толықтай былай жазып төсеп алдым. Енді осылай мінекей 3-ші қамырымыз, оның үстіне қайтадан соусымызды тегістеп ортасына құйып, оның бетіне қалған начинкамызды төсеп шығамыз. Енді ең бетіне осы 4-ші қамырды төсеп, оны да жақсылап қалған мінекей қалған соуспен осылай шетін қайырып отырып жабап бүктейміз. Осы мінекей көріп отырғандарыңыздай 2 жағынан барлығын осылай соуспен жағып бүктеп алдым. Одан кейін екіншісін кезек міндет түрде арасына соус жағылу керек, себебі соус жағылмаса қамыр қатты болып қалады. Сондықтан толықтай барлығына соусымызды жағып шықтым. Бұған міндет түрде қолмен жұмыс жасау керек, сезініп отыруыңыз керексіз, себебі соус барлығына толық жағылмай қалады, егер қасық қолдансаңыздар. Сондықтан міндет түрде қолыңызбен барлығын жағып шығыңыздар тегістеп. Мінекей ең соңында барлығын 4 пұштап жағынан барлығын жағып шығамыз. Әсіресе ең 2 шетіне қарай 4 шетіне соусты көбірек құямыз. Өйткені бүктелгенде соус толық жағылмай қалуы мүмкін. Сондықтан мінекей көріп отырғандарыңыздай 4 жағына толық мен құйып шықтым. Соусымыз барлығына жетті бірдей. Мінекей болды. Енді 1 жұмыртқаның сарысын осылай
бетіне қойып толықтай жағып шығыңыздар. Мінекей жұмыртқаның сарысын жағып шыққаннан кейін енді алдын ала осылай бөректі кесіп алғандарыңыз өздеріңізге оңай болады. Кейін кесілген кезде дайын болып тұрады. Мінекей барлығын шаршы деп осыны айтады. Шаршығып бұны да осылай төртбұрыштап кесіп аламыз. Енді ең соңында бетіне осындай дәнектерімізді сеуіп шығамыз. Мінекей кесіп алыңыздар. Алдын ала кесіп алсаңыз, пісіп болған кезде үстінен тағы кессеңіз, бүтін болып, төртбұрышты болып, теп-тегіс болып кесіліп шығады. Енді қызып тұрған духовкаға салып 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Ал мінекей бөрегіміз пісіп шықты. Қараңыздар, қып-қызыл болып. Енді қайтадан үстінен тегіс қылып кесілген жерден қайтадан кесіп шығамыз. Толықтай. Сол кезде бүтін төртбұрышты болып, өте әдемі болып түседі. Дастарханға қойғандарыңызға да өте әдемі көрінеді. Мінекей төртбұрышты шаршы бөрегіміз дайын. Осылай кесіп, бірін үстіне бірін қойып қойсаңыздар, дастарханға өте әдемі көрінеді. Мінекей ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай, аз ғана ингредиент қажет етеді. Менің парақшама жазылуды ұмытпаңыздар.